Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға алғысым шексіз. Жаңадан тіркеліп жатқан оқырмандар, сіздерге қош келдіңіздер деймін. Аллах тағала отбасыларыңыздың берекесін арттыра берсін, ынтымақтарыңыз арта берсін, табыстарыңыз сондай берекелі, қайырлы болсын. Әрбір Алладан сұрап жүрген дұға тілектеріңізді Аллах тағала сондай қайырлы түрде, көркем түрде, берекелі түрде ең аз уақытта қабыл алсын деп тілеймін. Әрдайым мен сіздерге, білесіздер, дұғаларыңыз қабыл болсын, көркем түрде, қайырлы түрде деп айтатын себебім, бүгінгі тақырып осы жайында айтқым келеді. Құрметті оқырмандар, себебі көбіміз біз Аллах тағалаға дұға етеміз де, дұғамызды кешіктіріп жатқан болса, онда біз Аллах тағала мені жақсы көрмей жатыр, менің дұғамды қабыл етпей жатыр деп сондай жаман оларға кетіп жатамыз. Аллах тағала туралы және өзіміз туралы. Сондықтан да осы жайында не істеу керек, қандай әрекеттер, амалдар жасау керек, сол жайында сізге бүгінгі тақырыпта ашып айтатын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Алла даналық пен хикмет иесі. Қандай дұға қылсаң да сен үшін жақсысын таңдап береді. Жақсы деп ойлаған нәрсенің артында не тұрғанын біле алмайсың. Алайда Алла оның сен үшін хайырсыз екенін біледі. Сол үшін де дұғаң қабыл болмай, сауабы жинала береді. Көп адамдар дұғаларым қабыл болмады деп дау қылып, Алла мені жақсы көрмейді, немесе күнәларым себепті дұғам қабыл болмады деп уайымға салынып жатады. Бұл нәрсе адамды үмітсіздікке, өзгеден көмек сұрауға алып барады. Есіңде болсын, дұғаңның қабыл болмау себебі Алла тұрғанда басқадан сұрауың немесе тілегеніңді беретін Алланың құдіретіне нақ сенбеуің. Себебі Алла тағала былай дейді: мен серікке мұқтаж емеспін. Кімде-кім жақсы амал жасай отырып, өзгені серік етсе, оны мен серігімен қалдырамын. Бәрін естуші Алла туралы мені естімейді, немесе дұғамды қабыл етпейді деп ойлаудан сақ бол. Өйткені сен даналық иесі әрі барлығына құдіретті Раббыңмен үнемі байланыстасың. Қалағаныңды сұра, ол саған хайырлысын береді. Уайымның мазаңды кетіріп ұйқың қашқанда, намазға тұрда барлық нәрсенің билеушісінің есігін қақ. Егер сұрағаның болмай жатса, бесін намазында оны жеңілдетушіге жібер. Егер мәселеңнің шешімі әлі де табылмаған болса, оны екінті намазында бәрін білушіге тағы тапсыр. Осылайша жалғастыра бер. Мазаңды қашырған дүниелерді намазда тұрған кезіңде сұра. Егер күнәға батып, Алланың кешірімінен үмітіңді үзсең, Алладан кешірім тіле де дауыстап мынаны бірнеше рет қайтала. Алла тағала тәубә етушілерді жақсы көреді. Шайтанға өзің мен Алланың арасындағы байланысқа келуіне рұқсат етпе. Алла тағала былай дейді: шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады. Шайтанның түбінде кедей болып қаласың, немесе Алла сені кешірмейді деген азғыруларын Алла тағаланың саған уәде еткен сыйларымен қайтар. Осыдан кейін адамнан сұраудың қажеті жоқ шығар. Ендігі жерде күн сайын жер мен көктің патшасымен маңызды 5 кездесуің бар. Оның барлығына абсолютті түрде барлығына құдіреті жетеді. Оның иелігінде жер мен көктің қазынасы бар. Ол әлемдерді басқарушы, құлдарына үстемдік етуші, ол барлығын сақтаушы, қорғаушы. Аталмыш 5 кездесу сені оның құзырына алып барады. Алла ешкімге мұқтаж емес, керісінше біз оған мұқтажбыз. Кездесуде зияратың ұзап кетсе де ешкім сені тоқтата алмайды. Ол бәрін білуші, ал сен білмейсің. Осы зияраттардан кейін қалағаныңа қол жеткізесің. Жомарт болған Алла сені жан тыныштығымен марапаттайды.